Қоздығын көрдіңіз бе әкем айке? Ой, көрдім. Райым жөнінде әркім арқандай сөз сөйлеп жатшады да. Райым тигендей, райым мындай, райым миллион тигендей қылбай қойды, мындай болды. Қандай қылса дағы райым ел үшін істеп тұр, ел үшін жасап тұрды. Мұның емгегін абдан бағалаш керек екен. Райым деген негізі бұл ел үшін істей тұрған кіші екен да. Бұға билік бергенде бұл көп президенттен ашығырақ іс жасамақ екен. Қарабайсың мына, қанша еліне жаса, шындай істерді кім ғана жасайлады? Кім ғана қырғыз елшісінде күйіп жасап көшіп жасайлады? Райымының барын жасабайды, қой солмақ, қылбайды, осымақ, тінчілей жата берсімақ. Бірақ ал тінчатпақ тұрды. Ертең Құдайдың алдына емне деп жауап берем деп, Құдайдың алдына емне деп айтып барам дегенде, мына айтады, мына мен ұшындай соның мешет құрдым, ел үшін жасадым да айтып барады. Еме райымға өмір берсін, бақытты талайлы болсын, келешек кең болсын. Райымға ұқсаған кішілерді абдан Қырғызстанда көп кіші болса, кризистен батыр өтіп кетеміз. Біз айтшады, кризис дешеді. Ал кризисі экономикасы көтерілсе дейді. Біздің Қырғызстандар Қырғыз елі иманға келмейінше экономика миллиард келсе дағы экономика көтерілмейді. Себеп дегенде иманға келіп, иманға толғаннан осындай көтеріледі. Мен осындай ойлаймын. Алла разы olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Осындай ел үшін жасаған Матраимовқа. Райым миллионға разы olsun. Райым миллионды, райымды миллиардтар деп қойсақ жақсы болды. Осындай бір ат қойсақ жақсы болды. Алла разы olsun, өмір бойы үй үлесіне, туған туысқандарына, өтіп кеткен жеті атасына кейінгі тұқым-мұқымына шейін Алла разы olsun. Сіздер мен белгілі құқық қорғаушы Аким Тоқталиев болды. Өзінің разышылығын білдірді. Ешқандай саяси туғандық көзқарасы жоқ. Шынығы мұсылмандық пікірін білгізді. Алла разы болсын, Аким байке, көп жашаңыз, берекелі өмір берсін Аллах тағала сізге. Қашқанда қуантып атады, адамды қуантып атады, жүрегін қуантып атады адамды. Кім ғана қуанбайды, мұндайды көріп ал. Айтшы.